Құптаннан кейін ертерек ұйықтау керек адам. Сонымен кез жүре бермей көшеге шығып алып. Немесе жарайды, қазір көшеге шықпайтын болды, жарайды, шықпай-ақ қой. Бірақ телефонмен әлемге шығып кетіп жатқандар бар да. Көшеге шықпайды денесімен. Телефонмен әлемге кетті ол. Бір қарасың, шетелде жүр. Бірдеңелерді қарап. Бір қарасың, қажылықта жүр, Аяқта қажыларды көріп жатыр. Машалла деп қояды. Бір қарасаң, мына жақта бір жақта жүр енді, субханалла. Бір қарасаң, аяқта ұстаздың дәрісін тыңдап жатыр. Жақсы ғой оның бәрі. Бірақ мына жақтан ұмытыласыздар ертең. Өткен адам кеш ұйықтаса, мына жағын кешігеді енді. Ұйқың қанбағандықтан, сонымен таң намазы әрең тұруы мүмкін. Таң намазы айтады, бір есім жисам дейді, сәлем беріп жатыр екен дейді. Қайттан құлады төсекке дейді. Не намаз сонда ол? Не деген намаз ол деймін да? Дәрет алдың ба қайта дедім ғой? Жоқ, дәрет алғам дейді. Намаз оқығам дейді. Бірақ ұйқылы ояуым ба білмеймін дейді. Бір есім жисам дейді, бір жаққа сәлем беріп жатыр екен дейді да олай. Сол намазым қалай болды мен дейді, субханалла. Мен білмейді екенмін ондай намазым қалай екен дейді. Намаз тірез оқу керек адам. Оқып жатқан аяттарыңды қара, не оқып жатсың, қай сүрені оқып жатсың. Сіздердің сұрамай-ақ қояйын, бүгін таң намазда қай сүрені оқыдың деп сұрасам, көбісі айта алмауы мүмкін қазір. Қай сүре оқыдым мен шынымен деп. Ондай